Бірнеше күн бұрын әлеуметтік желіде өте қызу талқыға түсіп, ел арасында дау туғызған видеода белгілі бір әйел адамның өте қате пікірлері таралуда. Ол видеода, яғни Алла тағалаға серік қосып, Алла тағаланың миссиясы біткендігі туралы, өзінің жаратушының атынан сөйлеп тұрғандығы туралы, және де басқа бір әлемнің басталғандығы, сонымен қатар өткен замандағы алаш зиялыларының рухының атынан сөйлеп, жалған ақпараттар таратуда. Санасы орында болған әрбір ақыл-есі бар адам үшін бұл нәрсенің қате екендігі айдан анық. Алайда бұл кісіні қолдап, бұл кісінің айтқан видеоларына шынайы сеніп отырған адамдар да жеткілікті. Сол себепті бір адамға болсын пайдамыз тисін деген мақсатта ескерту айтуды жөн көрдік. Алла тағала қасиетті Құран кәрімнің Ан'ам сүресінің 144 аятында адамдарды надандықпен адастыру үшін Алланың атынан жалғанды жалпағынан басатын пенделерден артық залым адам бар ма? Осы аяттан ақ барлығы түсінікті деп ойлаймыз. Бұндай адамдар біздің пайғамбарымыздың заманында да болған, қазір де бар және алдағы уақытта да болатындығы туралы айтылған. Сол себепті де бұндай надан адамдардың артынан ермей, барымызша діни сауатымызды арттыруға шақырамыз.